Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Эфир белгілі бір себептермен үзіліп қалып жатыр. Басынан айтып көрейік. Мен уақытша сіздердің комментарийларыңызды өшіре тұрам. Мен айтқым келген бір тақырыбым бар еді. Жүрек тәрбиесі мәселесіндегі өте маңызды деп ойлаймын. Осы тақырыпты парақша алып керек мәселелерді түртіп алсаңыз өздеріңізге жеңілдік болады деген ниетім бар. Құрметті бауырлар, шариғатымыздағы жүректің орны және оның аурулары мен емі бұл сіз бен бізге өмірімізге маңызды дүние. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйгілі хадисінің түсінігінде адамның бір ағзасында бір тістен ет бар. Сол бұзылса, дүниесі де ақыреті де, адамның өзі де бұзылады. Және ол түзелетін болса, дүниесі ақыреті және өзі де бұзылады деген мағынадағы сөздер бар. Бұл бәрімізге әйгілі. Жүректің маңыздылығы жайында біздің қазақ тіліндегі өте көп мәнде үлкен дүниеде жатыр. Махаббатты адам жүрегінде, бүкіл өмірді де жүрегімен өмір сүр, әрбір істі де жүрегінің төрінен орын алып, сол жүрегіменен жаса деген сияқты маңызды дүниелер тұрады. Әрбір істі, әрбір амалды жүректің төрінен жасалса, бағасына жоғарғы биігіне жетіп жатады. Мысал айтайықшы, имам Бұхаридың Сахих Бұхари деген кітабы бар. Әйгілі хадис кітабы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің артында қалған сөздерін, істерін, амалдарын жазған көптеген ғалымдар болған. Солардың ішінде ең әйгілісі имам Бұхари. Сахих Бұхари жазылған. Ол кісі өзінің ізденуіменен пайғамбарымыздың 600 мың сахих хадисінің ішінен теріп бар жоғы 6,5 мың ғана хадис жазған кітабы. Әйгілі. Басқа да адамдар жазды ғой. Неге осы кісінің кітабы бірінші орын алды десе, ғалымдарымыз айтады. Бұл кісі әрбір хадисті бір осы 6,5 мың жазған хадисінің әрбіріне жеке дәрет алатын, 2 ракағат намаз оқитын, сонан кейін жазатын дейді. Әрбір амалына 600 мың сахих хадистің ішінен таңдап отырып, осылайша теретін дейді. Не деген үлкен еңбек деңіз. Жүрегінің төрінен жасалған еңбек әлі күнге шейін Құран-ы Кәрімнен кейінгі екінші кітап болып орын алуда. Жүректің маңыздылығы өте көп. Сол түзелсе, сіздің ақыретіңіз де дүниеңіз де түзеледі. Сол бұзылса, сіз де бұзыласыз, ақыретіңіз дүниеңіз де бұзылады. Бұл өте үлкен дүние. Ал ондай болса, жүректің түрлері туралы айтылғанда сөздер бар екен. Бір кісілер өзінің кітабында жүректің 4 түрі бар, 5 түрі бар деп айтады. Бір кісілер басқа деп те айтады. Мен басқа кісілер емес, бірінші орында Құран-ы Кәрим, одан кейін сахабаның сөзін алып, бүкіл ғалымның сөзін бір жерге жинағым келіп отыр. Құран-ы Кәримде 20-ның үстінде жүректің түрлері туралы айтылған Құранның аяттары бар. Расында да іздесеңіз, енді бір кісі 20 депті, мен іздесем 20-дан көп шығардым. Расында да 20-дан өте көп. 26 шамасында жүректің түрлері жазылған. Құран-ы Кәримде дәметкен жүрек, қорыққан жүрек, елжіреген жүрек, батыр жүрек, сабырлы жүрек, қатты жүрек, ауру жүрек, өлі жүрек деген сияқты басқа да түрлері айтылып өтіп, адамның жүрегі сан түрлі құбылысқа енетіндігін айтып кетеді. Әлбетте оның әр жүректі бір орнына қойып, оны зерттеу бір үлкен кітап болады. Мүмкін бір ізденіске жүрген адамдар болса, кітап жазам дегендеріңіз осылайда жазсаңыз болатын шығар. Бірақ Хузайфа ибн Яман деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйгілі аманатын сақтаушы болған, сондай бір аманатшыл атаққа еге болған ғалым, сахаба, сол кісінің жүрек туралы айтқан әйгілі хадисі бар. Пайғамбарымыздан алған тәлімі бойынша ол кісі жүректі 4-ке бөледі. Жүректі бірінші орында таза жүрек деп айтады. Көп адамдар ойлайтын шығар, менің жүрегім таза деп. Таза жүрек болу үшін онда бірінші орында ол кісінің қойғаны Аллаға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген таза кіршіксіз махаббатты айтады. Міне осы Аллаға деген, пайғамбарға деген тазалық адамның жүрегінің тазалығын білдіреді дейді. Ал екінші жүрек, бұл енді мұъминнің жүрегі десе, екінші жүрек ағлаф, яғни құлыпталған жүрек дейді. Бұл ақиқатты көрмейтін, көзі соқыр жүрек. Тіпті осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кітаптарын зерттеген ғалымдар да айтады. Кәпір деген сөздің мағынасы бекіту дейді. Бекіту дегеніміз не десе, ақиқатты өз-өзінен бекіту деп айтады. Ондай болса, ақиқаттан көзін жұмған адам,
Мына бүкіл әлемнің бар егесін танымай, көзі соқыр болып тұрған адам шынымен ақ бекітулі жүрек, мөр басылған жүректің егесі болып табылғандықтан бұлар Құдайды танымағандардың жүрегі дейді. Ал енді үшінші жүректі ауру жүрек деп айтады. Құдай сақтасын, жай ауру емес, екі жүзділердің жүрегі деп айтады. Жүрегінде иман да бар, күпірлік те бар. Екеуінің біреуі бір-бірін жеңе алмай, аралас болып жатқан дүниені айтып атады. Ал төртінші жүрек, әлбетте, мүштабих, аралас жүрек, нағыз аралас жүрек. Бұл күпірлік аралас емес, оған күнә араласқан, оған иман араласқан. Бірде имандылығы артып кететін, бірде имандылығы жете алмай қалып, ауру басып, шалдығып жатып қалатын жүректі айтады екен. Осылайша әйгілі сахаба жүректі төртке бөліп кетті. Бірақ ғалымдардың бүкіл кітабын ақтарсақ, имам Ғаззали, немесе Ибн Аби Дуния, немесе басқа үлкен ғұламалар, сопылық ғылымының ғұламаларының кітаптары, осы бірнеше, мен енді осы жобада бір 8-9 кітапты назарға тұтып отырмын. Сол кітаптардың ішінің барлығын ақтарсаңыз, жүректі үшке бөлуге болады. Ғалымдарымыздың көпшілігі осы үш жүрекке тоқтайды. Біріншісі сау жүрек, екіншісі ауру жүрек, үшіншісі өлі жүрек дейді. Осы үш жүрек бүкіл Құранның мәнін, пайғамбарымыздың хадисін, біздің шариғатымыздың көзқарасын бәрін өз ішіне алды. Үш жүрек, сау жүрек деп қандай жүректі айтамыз дегенде, тәубеге әрекет қылғыш. Мысалы бір ғалым айтады, адамның жүрегінің сау екендігін білгің келсе, оның белгілері бар дейді. Аламату салама. Біріншісі тәубе. Қандай күнә жасаса да тәубе қылғысы кеп тұратын. Алланы қайта-қайта іздеп тұратын. Күнә жасаса да Құдайын ұмыта алмай тұратын жүректі айтады, белгі. Екінші белгісі зікірден шаршамайтын, іші пыспайтын. Зікір еткен сайын содан рахат алатын жүректі айтады. Бұл да белгі. Одан бөлек ләззатул ибада, құлшылықтағы рахат, намаз оқығандағы, оразадағы, ораза тұтып тұрса бір жүрегі бір сондай елжірейтін, Құран оқылып жатса жүрегі елжірейтіндей дәрежеде ғибадаттың, біреуге садақа беріп жатқанда да Аллахым, Аллахым сен үшін ғой деп Аллаға жүрегі елжірейтін белгіні айтады. Және тағы біреуі химматун лилла, Алла үшін қойылған мақсаттар, хаммуху, және ғам қайғысы да, ойы да бірінші орында Алланың ризалығы, бірінші орында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолы деген жүрек шыныменен бұл сау жүректің белгілері деп айтады. Ал енді екіншісі ауру жүрек дедік. Ауру жүректің белгілері қандай дегенде, ғалымдарымыз былай деп айтады. Біріншісі, күнә жасаса оған өкінбейтін жүрек. Бір күнә жасады, бірақ оған өкінбеді. Біреудің ала жібін аттап қойды. Адал емес ас ішті. Өтірік айтты, ғайбат сөйледі. Бірақ ол өкінген жоқ. Соным дұрыс деп ойласа, Құдай сақтасын. Бізде осындай нәрсе өте көп, байқаймыз ғой. Онда бұл ауру жүректің белгісі. Тағы біреуі күнәға рахаттану. Күнә іс жасағанда жүрегіңіз рахат алатын болса, онда сіздің жүрегіңіз ауру. Онда оның емі керек, оны түзетуіңіз керек. Тағы бір нәрсе, Құраннан, пайғамбардың сөзінен қашу. Құран-ы Кәрімде айтады, бұл күпірліктің белгісі ретінде келтіреді Құранда. Құдайдан алшақ болған, Құдайды танымайтын адамның жүрегі Алланың сөзін естіген кезде бейне көкке көтеріліп жатқандай жүрегі қысылады дейді. Яғни аспанға шыққан сайын ауа тараяды ғой. Дәл сол сияқты, егер Құран естігенде сіздің шыдамыңыз жетпесе, немесе пайғамбардың хадисін, оның тарихын, өмірбаянын оқуға, естуге күшіңіз жетпесе, шыдамыңыз таусылса, ондай болса жүрегіңізге байқап қараңыз. Сіздің жүрегіңізде бір дерт бар. Одан бөлек уахшатус салихин, салихалы адамдардан қашу. Намазхан адамдардың жанында отыра алмайды. Уағыз айтылып атқан жерде жүре алмайды. Жүрегі қысылады, қысылып кетеді, қиналып кетеді. Міне бұл ауру жүректің белгілері. Құдай осыдан сақтасын. Мұқият болыңыздар. Бұдан да басқа белгілер бар, бірақ бұл негізгі белгілер. Одан бөлек өлі жүрек. Құдай сақтасын. Өлі жүректі Құранда мөр басылған деп айтады. Мөр басылған жүрек туралы пайғамбарымыздың әйгілі хадисі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адам баласы бір күнә жасайды. Күнә жасағанда оған жүрегіне дақ қағылады екен.
сол дақ жүрегіне басылғаннан кейін ол тоқтамаса, әрбір жасаған күнәсі үшін, әрбір жасаған қателік үшін оған дақ басыла береді. Міне осылайша оның жүрегі арам менен адалды ажырата алмайтындай дәрежеде қап-қара қазан сияқты айналады дейді, сондай бір күйге. Құдай сақтасын, осыншалықты ауыр нәрсеге айналуы жүректің. Бұл өлуі. Ауыр емес, жоқ, өлуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін не нәрсе жүректі өлтіреді деген ғалымдар өте қатты ізденген. Солардың біреуі сіздің біздің күнделікті жасап жүрген амалдарымыз біреуі көп күлкі адамның жүрегін өлтіреді дейді. Күлгенде де есеппен күлген жақсы. Өзінің ақылын жоғалтпай күлген жақсы. Біздің дініміз күлкіге қарсы емес. Күлмеңіз, өміріңіздің бәрін сұп-сұр болып, кәдімгі шиша сияқты өткізіңіз, мұздай болып демейді. Жоқ, Құдай сақтасын. Күлкінің орны бар. Әзілдеңіз, күліңіз, шындық айтыңыз. Бірақ бет алды күлу, сосын қатты дауыстап күлу адамның арсыздығын білдіреді. Және көп күле беру адамның жүрегін өлтіреді екен. Ал соның емі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис бар. Кімде-кім екі айттың түні, яғни ертең айт намаз оқылады, сол айт намаз оқылатын түнге соған дейінгі жататын түніңіз айттың түні деп аталады. Сол айттың түнін екі айттың да, ораза айт, құрбан айт. Осы екі айттың түнін ғибадатпен өткізіп ұйықтамаған адамның жүрегі ешқашан өлмейді деген. Осы екі түнді жақсылықпен өткізіңіз, ғибадатпен өткізіңіз. Алда келе жатқан ораза бар, оның түнін ораза айттың. Алда келе жатқан құрбан айт бар. Соның түнін құлшылық ғибадатпен өткізсеңіз, иншалла жүрегіңіз өлмейді. Осы нәрселерді мұқият жазып түртіп алыңыз. Себебі кейде айтып жатамыз, кейде есімізден шығып жатады бұл дүние. Тағы бір нәрсе, оны адамның жүрегіне ауру болатын себеп нәрселер бар. Ол себептердің біреуі надандық, шахуат, тәкаппарлық деп айтып жатсақ, ғалымдарымыз оны бір 20-ға шейін бөліп тастады. Соның себептерін. Ал мен оны 3-ке бөліп айтсам керек деп ойлаймын. Біріншісі, Алламен болған араңыздағы мәселелерде көңіл бөліңіз. Сол жердегі істер жүрегіңіздің ауруына себеп болып қалмасын. Біріншіден, ең үлкен нәрсе Аллаға серік қосу. Екіншіден, Аллаға арналған жүрек амалдарында көңіл бөлу. Сол жерлерде нәзік көңіл бөлмесеңіз, мысалы тәуекел ету, мысалы қорқу, мысалы жақсы көру, жек көру мәселелерінің көпшілігін Алланың сенімі арқылы шешпесеңіз, осы жерде көп шалынатындар бар. Екінші бір нәрсе, адам мен өзгелердің арасындағы арақатынастағы мәселелер. Осы мәселеде де көп адам жүрегін ауыртады, ауруға шалдығады, себепкер болады. Солардың біреуі өзге адамдардың алдында амал жасау, риякерлік. Риякердің түрлері бар. Сум'a деп аталады. Халық есту үшін жасалынған амал, халық көру үшін жасалынған амал, халық білу үшін жасалынған амал. Қазіргі кездегі әрбір ісін телефонға түсіріп, мен біреуге садақа бердім. Әрбір ісін видеоға түсіріп, мен осындай бір жақсы амал жасап жатырмын деп мақтанкершілік үшін жасаған амал болса, әлбетте бұның сауабы жоқ болады. Жұртпенен жасалынған амалдардың біреуі ғалымдарымыз айтады. Егер сіз сауап амалды жасауға жұрттан қорқсаңыз, жұрттан қорқып жасамаймын десеңіз, мысалы, мен намаз оқимын, бірақ жұрттың бәрі қарап тұр, ұялам десеңіз, онда осы риякерлік болады. Осы күнә болады. Үлкен күнә болады. Ал егер жұрттан қорыққан үшін шынымен күнәға барып қоятын болсаңыз, және жұрттан қорқып сауапқа бара алмай жатсаңыз, Аллаға серік қосқаныңыз болады. Бұл өте үлкен күнәлар. Сол үшін адам менен адамның арасындағы қатынаста да сезімге, жүрек мәселелеріне, қол аяқтың істердің мәселелеріне қатты көңіл бөлген жақсы. Одан үшінші бөлігі бұл адам және өзінің нәпсі. Өзіңізбен өзіңіз жеке қалғандағы мәселелер. Осы мәселедегі жүрек амалдары да сіз үшін маңызды болу қажет. Егер сіз осы амалдарда сіз өзіңіздің жүрегіңізге көңіл бөле алмасаңыз, мысалы, жеке қалғанда Құдайдан қорықпасаңыз, жеке қалғанда Алланы еске түсіріп көзіңізден жас шықпаса, онда біліңіз сіздің жүрегіңіз қатты жүрек. Мүмкін өліп жатыр, мүмкін ауырып жатыр. Оған көңіл бөлуге тура келеді. Осындай бірнеше себептер бар. Әлбетте бұл себептердің жеке-жеке әрбір іске тоқталып, тақырып қылып өтуге болар еді.
ол енді сіздердің өтініштеріңізге қарай көрерміз. Сонан соң, құрметті бауырлар, оның енді аурулардың өзіне келетін болсақ, өте көп аурулар. Аллаға серік қосу, тәуекелсіздік, қорқақтық, имансыздық істері қарасаңыз өте көп дүние. Бір ғалымдарымыз жүректің амалын және оны қорғанысын бейне бір қамалға теңейді. Жүрек өзі адамның жүрегінде ең маңызды дүние болса, оның жан жағындағы қамалдары бұл екі көзіңіз, екі құлағыңыз, қол аяғыңыз, жағыңыздағы тіл дейді. Осындай дүниені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзінде айтады: кімде-кім екі жағы мен екі тілінің арасына кепіл болса, мен оған жәннатты кепіл болам деген сөзі де бар. Ал қараңызшы, құрметті бауырлар, осыншалықты маңызды дүниенің ішінде айтылуы керек болған нәрсенің тағы біреуі бұл жүректің емі. Әлбетте жүректің емі туралы айтылған сөздер көп, бірақ әрбір жүректің емі оның амалындағы ауруға қарай емделінеді. Егер бір адамның жүрегінің ішінде бір қандай да бір дерт, мысалы тәкаппарлық болса, оның өзінің емдеулі жолы бар. Бір адамның жүрегінің ішінде жалқаулық деген ауру болса, оның да емі бөлек болады. Бірақ оның барлығына тоқталу өте үлкен тақырып. Мен сіздерге жай осы жүрек еміндегі ең маңызды нүктелерді, жалпы емді айтып кетсем деймін. Сосын осы емнің жанында ауруына қарай Құдай қаласа алдағы күндері, алдағы уақыттарда тағы да бір жолға жатамыз. Біріншісі, ғалымдарымыз айтады, махаббатулла. Аллаға деген шынайы махаббат адам жүрегін емдейді. Себебі Алланың сөзі соншалықты ем. Біз ауырып қалсақ молдаға барамыз ғой, дұрыс па? Ол молдекең де кейде Құранның тәпсірінде, аудармасында білмейді. Өзінің білген сүресін сізге шүфлеп, күпілеп оқып береді. Сіз ем тауып кетесіз. Байқайсыз ба? Алланың сөзінде шипа бар. Бір ғалымдар айтады, Алланың әрбір сөзі нұр ғой дейді. Сол үшін одан қараңғылық қашады. Бүкіл дерт, сырқат, шайтан болсын, басқа болсын, жаманшылықтың бәрі қашқаннан кейін адам емін табады дейді. Мүмкін осындай бір шындық бар шығар. Тағы бір нәрсе, Алланың махаббаты. Абай атамыз да жырлап кеткен. Ахмет Яссауи бабамыз бүкіл тәлімін, шәкірттерінің тәлімін осы Алланың махаббатының төңірегінде үйлестіріп қойғандығы сіз бен бізге белгілі. Ендеше бірінші орында Алланың махаббаты жүрекке ем. Аллаға махаббат қоймай, Алланы танымай, сіз жүрегіңізді тазарта алмайсыз. Оны кәміл сеніп білсеңіз, Абай хакімнің сөздерінен дәлел іздеңіз. Әлбетте табасыз. Екінші нәрсе ықылас. Бұны ғалымдарымыз көп айтады. Ықылас дегенді түсіндіргенде ғалымдарымыз айтады. Ықылас деген бұл тазалық дейді, пәктік. Мысалы, алтын таза болса 999 деген пробамен тұрады. Еш нәрсе араласпаса. Араласқан сайын сол 999 санынан кеми береді. 701 нәрсе, 501 нәрсе, 300-ге шейін түсіп кетеді. Басқа металл араласқан сайын алтынның алтындығы кетеді. Дәл сол сияқты Аллаға деген ықылас адамнан азайған сайын иманның нұры да төмен түседі. Сіз Құдайға деген сеніміңіз де осылайша төмендеп кетеді. Сондықтан не істеуіміз керек? Аллаға деген ықыласты арттыруымыз керек. Оның астын жақсылап бекітіп, қазығын қатырып қағуымыз керек. Аллаға деген ықыласты қалай аламыз деген сұрақ ізденсеңіз, әлбетте табылатын дүние көп кітаптарда да, көп ғалымдардың сөздерінде де бар. Тағы бір ем мутабаату амал дейді. Ол әрдайымдық және жақсылықтағы амалдар. Яғни сіз жақсылықтан кішкентай болса да үзілмеуіңіз. Алланың пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады: ахаббул аъмали илаллахи адуамуха ва ин қалла. Алла тағалаға ең сүйікті амал аз да болса тоқтамайтыны. Ұдайы тоқтамай тұратын амалды Алла тағала жақсы көреді. Дәл сол сияқты сауап амалды сіз үлкейтіп, орасан үлкен сауап амалды жасамай қойыңыз. Жоқ, қысқа сауап амал жасасаңыз да сізге жетерлі болады. Кішкентай, қысқа, бірақ сіз тоқтамаңыз. Мынау амалдан шаршадыңыз ба, мынау амалды жасаңыз. Анау амал, мынау амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын суреттегенде бір кісі айтады. Сахабалар намаз оқығанда тіке тұрып намаз оқитын дейді.
сол тіке тұрып, Құдай деп тұрып намаз оқығанда аяғынан шаршаса рукуға баратын, белі ауырғанша тұратын дейді. Белі ауырғаннан кейін белін бір түзеп алып, қайтадан сәждеге жатып, маңдайыменен сәждеде жататын. Басы ауырғанша сәждеден тұрмайтын деген сөздер бар. Қарасаңызшы, әрбір амалды көтере алғанша салмағының барлығын көтеретін. Осылай пайғамбарымыздың мектебін көрген азаматтар жасаған. Ендеше сіз бен біз де сауап амалдардан ұдайы тоқтамауымыз керек. Кішкентай болса да Алладан күніге сауап амал жасаңыз. Алла үшін деп күніге кішкентай болса да сауап амал жасаңыз. Ең сауап амалдың қарапайымы өзге адамдарға садақа ретінде жымиып қарау. Бала шағаңызға, жолдасыңызға, ағайын туысыңызға солардың жағдайын сұрау. Сол ең қарапайым амал. Одан бөлек те әлбетте басқа амалдар да өте көп. Сонан соң сізге жүрегіңізге ем болуға жәрдем беретін тағы бір нәрсе бар. Екі нәрсе бар. Сол екі нәрсені айтқым келеді. Осы екі нәрсені істесеңіз, сіздің жүрегіңізге ем табуыңызға өте көп деген себеп табасыз. Және жүрегіңізді күшейтуге, қуаттауға көптеген жол ашылады. Соның ең біріншісі, маңыздысы зикрулла. Алланың зікірі, Аллаға зікір жасау. Қазіргі кездегі психологиядағы айтып жатқан медитация. Алланың зікірінсіз іс қылмаңыз. Бисмилласыз іс қылма деген сөз бар ғой. Дәл сол сияқты ешқандай істі де бисмилласыз, Алланың зікірінсіз жасамаңыз. Киім кисеңіз де, шешсеңіз де, жақсылық амал жасағанда да, барлық істе де Алланың зікірі. Жалғыз отырып қалсаңыз да, жеке отырып қалсаңыз да, қайда жүрсеңіз де Алланың зікірін тастамаңыз. Жүрегіңіздің еміне өте керек нәрсе. Өте керек нәрсе. Одан бөлек мурақаба. Өз-өзіңізді бақылаудан жібермеу. Омар халифаның сөзі бар. Қиямет күні есептелмей тұрып, өз есебіңді қазір есептеп ал деген мағынадағы сөзі бар. Сіз өзіңізді қазір есептеңіз. Бұл есепте деген сөз міндетті түрде бухгалтер сияқты барлық қағаздарды алып сол жерге жазу емес барлық нәрсені. Жоқ. Бірақ өйтіп жазсаңыз қандай керемет. Сіздерге кеңес беретін де сондай. Көп айтып жүрем, күнделік арнаңыз деп. Күнделік арнаңыз өзіңіз зерттеу үшін. Қандай күнделіктер болсын десеңіз, мен айтар едім. Біріншісі эмоция күнделігі. Эмоцияларыңызды жазыңыз. Екіншісі бүкіл сезіміңізді, барлық нәрсені. Екіншісі мақсаттарыңыздың қойған күнделігі болсын. Бүкіл мақсаттарыңызды дәптерге жазсаңыз, миыңыздан шығады, ойыңыз тазарады. Одан бөлек басқа да амалдарға барлық нәрсе күнделік арнаңыз. Ол нені береді сізге? Оны міндетті түрде біреуге оқыту емес, біреудің күнделігін оқу да қиянат болады. Күнделікті жазғаннан кейін оны ашып отырсаңыз бір мезгіл, ол сіздің өміріңізге бақылауға, сыртыңыздан өзіңізге сыртыңыздан қарауға жәрдем береді. Мен не ойлайды екенмін, мен не сезінеді екенмін, не істеп жүр екенмін. Соның бәрін көріп, мынауың дұрыс, мынауың бұрыс деп өзіңізге бағыт, бағдар беруге, алға мақсат қойып, соған жүруіңізге жәрдем береді. Мурақаба. Бұны әуелгі сахабалар, пайғамбар мектебін көрген азаматтарымыз айтып кетті. Осы нәрсе. Психологиядағы ғалымдар енді ғана айтып жатқан сияқты. Шынымен қорытып айтайықшы, жүрек үш түрлі болатын болды ғой. Сау жүрек, ауру жүрек және өлі жүрек. Құдай өлі жүректен аман сақтасын. Сау жүрекке жеткізе берсін, бірақ ауру жүрек бәрімізде бар. Ондай болса, ауру жүрек екі үлкен дерттен шығады. Біріншісі, жүректің өзінің қатысы бар болған амалдар. Тәуекел ету деген сияқты. Яғни қол, аяқ араласпайтын таза жүректің өзі жасайтын амалдарда абайлау керек. Екіншісі, қол, аяқтың әсері жүрекке бар ететіндігі, жүрекке әсер ететіндігі. Сіз күнә жасаған сайын жүрегіңізге дақ түседі. Жаман сөйлеген сайын жүрегіңізге дақ түседі. Жаманға қараған сайын, жаман нәрсені естіген сайын жүрегіңізге дақ түседі. Осының бәрі сіздің жүрегіңізді ауыртады. Ақыры Құдай сақтасын, өлімге шейін апаратындығы бар. Сондықтан құрметті бауырлар, жүрек ауруы туралы айтылатын сөз көп, бірақ жинап, сізге барынша қысқа қылып, нұсқа қылып, нақты мәліметтерге жүрегіңізге ұғымды болсын деп берген дүниемді қабыл аласыздар деген ниетім бар. Тағы бір жаңалық, сіздердің сұрақтарыңызға дейін тағы бір жаңалығымыз, бүгін біздің медресемізге Құран жаттау орталығына
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының муфтиі келіп кетті. Қыздар медресесін салып жатқан едік қой. Соның кірпіш қалау уақыты келіп тұрған. Хазіреттің де келгенін қарасаңыздар ше, дәл өзі Құдайдың бұйыртқанындай ма, келіп бірінші кірпішін қойып кетті. Керемет жаңалық. Оның жанында спорт залымыздың қалай салынып жатқанын көріп дән риза болды. Сондықтан енді қыздар бөліміне қаражат беріп қойған азаматтарға Алла разы болсын. Ол кісі туралы айттық, көптеген дұға жасадық. Спорт залға да қарасып жатқан азаматтарымыз бар. Алла тағала істеріне береке берсін, өмірлеріне береке берсін. Әлі де спорт зал кешеніне кішкентай болса да қаражат көмек берем дегендеріңізге құба ғып қарсы аламыз. Осында діни сауалдар қоям десеңіздер, сауал қойыңыздар. Жоғарыдағы жүрек емі туралы айтылған мәселені қағазға жазып алыңыз. Осыны сақтап қойып қоям, және осы қағаздағы амалдарды жасап, сақтап, амал қылу әрекет жасаңыз, балаларыңызға білім беріңіз, үйретіңіз. Сауалдарыңыз болса айтыңыздар. Жар таңдау мәселесінде не нәрсеге мән берген дұрыс дейді. Оның көптеген мысалдарды айттық. Солардың біріншісі, құрметті бауырлар, құрметті жастар, жар таңдағанда өзіңіз таңдайсыз, қызығып таңдаңыз. Бірақ ата-анаңызбен қосылып таңдасаңыз екен деймін. Қазіргі кезде маған өз басыма өте көптеген азаматтар келіп жатады. Сол жанұя мәселесі бойынша. Сол мәселелердің ең ауыртпашылығы келін бала, қыз бала үрегіне келін болғаннан кейін сол үйдегі ата енеге жақпай қалып жатқандағы өте көп болады. Өте көп болып жатыр. Соған себепкер қыздың өзі де, кейде енесі, атасы тарапынан да болып жатады. Ал кейде қыздың ата-анасы тарапынан да болып жатады. Бірақ қайтсек те қыздың ата-анасы, ұлдың ата-анасы сол үйлену барысында жас отауға араласпағаны дұрыс болады. Әйтсе де оны айтып жатырмыз, көпшілік тыңдамайды. Бірақ жар таңдау мәселесінде айтпақшы болған нәрсем, құрметті жастар, ұлдар, қыздар, жар таңдағанда ата-анаңызбен ақылдасыңыз. Байсалды сіздің өзіңіздің өміріңіз. Бірақ қай халде де таңдау сіздікі болсын. Өйткені келін алсаңыз, келінмен тұратын ата-анаңыз емес, сізсіз. Және сіз күйеуге шығып жатсыз. Сіздің өзінің күйеу баласын ата-ана қанша таңдағаныменен, онымен бір өмір сүретін, бір жастықта жастанып жатып бірге қартаятын сізсіздер. Сол үшін жар таңдауда ата-анамен ақылдасқандарыңыз жөн болады. Азаматтық неке дұрыс емес, біліп алыңыздар. Азаматтық неке дегеніміз үлкен қалаларда қазіргі ұл қыздар шетке шығып кетеді де ата-анасына айтпай, өздері бірге тұра береді. Неке де жоқ, мешітке барып кейбір имамдарды алдап неке қидыратымыз. Бұл нәрсенің барлығы шариғатымызға сай келмейді. Және бұл нәрсенің барлығы өмірді зая кетіру. Өзінің өмірінде, өзінің абыройында, қадірінде зая кетіру болады. Сондықтан осы нәрсеге ұрынбаңыз. Жар таңдау бұл киім таңдау емес. Сыймай қалса біреуге бере салу, ұнамай қалса, кір болып қалса тастай салу деген нәрсе болмайды. Өмірлік жарыңыз болған үшін. Сізге кеңесім, жар таңдағанда өзіңізге сұрақ қойыңыз. Және соған амал жасауға тырысыңыз. Мен қазір осы кісіге үйленсем, мысалы қыз бала күйеуге тұрмысқа шықсам, немесе ол жігіт, мен осыны алсам, 1 жылдан кейін қалай болады? 5 жылдан кейін қалай болады? 15 жылдан кейін қалай болады деп осы 3 сұраққа жауап беріңізші өзіңізге. 1 жылдан кейін екеуміздің арамыз қалай? 5 жылдан кейін қалай? 15 жылдан кейін қалай? Осы сұрақтардың бәріне жоспарыңыз болсын. Одан әрмен қарай иншалла Алла тағала істеріңізге береке берсін. Көп адам мен келіншек алсам болды деген ниетпен барып ала салады, үйіне тастап кетеді ол қызды. Сосын өзі баяғы бойдақшылығынан айырылмайды, таңертең келеді, түніменен үйінде жоқ болады, немесе басқа да арақ шарабынан айырылмайды. Бұндай да жауапкер, жауапсыз немқұрайды жүрген азаматтарымыз бар. Кейде осы жағынан көп қыз балдарымыз расында да таңдау жағынан көп керемет
әрекет жасайды, бірақ ұл балдардың ішінде өте көп мен байқаймын, жар таңдауда өте қате пікір жасайды. Мен алсам болды, ар жағында ешқандай мақсаты жоқ. Ол кімнің анасы болады ертең, осы менің балаларымның анасы болуға лайықты ма? Шынымен лайықты болса, ол ана болу үшін, балаларымның алдында ана болу үшін мен не істеуім керек? Менің осыған қосатын үлесім бар ма демейді. Тағы да сондай мәселе, ол жақында басқа имамдар да айтып жатыр ғой. Ұл мен қыздың арасындағы мәселелерде, ол таластарда. Ер жігіт өзінің келіншегін үйге алып келгеннен кейін ата енеменен келіннің арасындағы ұрыс жанжал ол болуы міндетті дүние. Өйткені ата енесінің тәрбиесі бөлек отан. Қыздың үйі бөлек отан. Енді бір ұлт бір жер болғанменен екі жерден келді ғой, екі жерден келіп қосылып жатыр бір үйге. Сол үшін келін үйге келгеннен кейін міндетті түрде үйренісе алмайды, міндетті түрде жанжал шығуы мүмкін, басқа шығуы мүмкін. Соның бәріне ер бала ортада аудармашы болуы міндетті. Екі жақты да басып, екі жақты да түсіндіріп, уақыт беріңіздер, түсінсейік, реттелейік деп әркім өзінің шартын айтып, қалай түзелеміз, қалай істейміз, қалай бірге боламыз деген сияқты нәрсенің барлығын ортаға қою керек. Жігіттер маңызды дүние. Бірінші орында 3 күндігін ойламаған қатыннан без десе, 3 жылдығын ойламаған еркектен без дейді. Еркектің мақсаты әйелден жоғары болу керек. Жоғары болмай ма, сізді әйел басқарады. Біліп алыңыздар. Көпшілік, көп жанұяда әйел басқарып кеткен жанұялар неден десеңіздер, бірінші орында себеп еркектің мақсатының таусылып қалғандығы немесе төмендігі. Өзінің әйелінен мақсаты төмен болып қалған. Алға қойған мақсаты төмен, алға қойған арманы төмен және болымсыз дүние қойған, соның себебінен әйелі басқарып кетті. Көп жанұялар осындай. Ал расында да мен кейбір жерлерге, кейбір жігіттерге кеңес берем. Әйел басқарған жерде кеңес берем. Әйел басқарған жанұядан қыз алма деп. Себебі ол қыз әке дегеннің қадірін білмей өседі. Көбінесе. Мүлде деп айтпаймын, Құдай сақтасын. Көбінесе. Өйткені ол үйде әйел басқарады. Еркекті аксессуар көреді. Берген, ары тұр, көпшілік қонақ болып отырған жерде өзінің ерін ез қылып, төбесінен жейкесінен шығып отыратын жанұялар бар. Өте көп ондайлар. Мазақтап отырады, еркегін жерге тығып. Ол өзінің абыройын ұмытып отыр ғой. Мысалы, анау халықтағы сөз бар ғой. Өзінің болмайтын әйел дейді, өзінің күйеуін құл қылады да өзі құлдың қатыны болады дейді. Дәл сол сияқты өзі күйеуін құл қылып отқаныменен қоймай, өзінің құлдың әйел екенін ұмытып кетеді. Мен оның қожайынымын деп ойлап қалады. Бірақ кімнің қатыны? Ана пәленше деген құлдың қатыны болады ол. Осы нәрсені ұмытпасаңыздар. Сол үшін жігіттер және ұл тәрбиелеп отқан ата-аналар, ұлдарды ұл сияқты өсіріңіздер. Еркек сияқты өсіріңіздер. Тайсалдырмаңыз. Алған шешім қабылдатуды кішкентай кезінен үйретіңіз. Шешім қабылда, өзіңсің ғой деңіз, еркексің. Қабылда шешім. Және соны орында деңіз, жәрдем беріңіз. Бетінен қақпаңыз. Тағы бір үлкен мәселе ұл тәрбиесінде. Қонақ күткенде ұлыңыз міндетті түрде қонақты күтсін. Араңызда отырып қуып жібермеңіз. Қолына су құйсын, дастарханда шай құйсын, нан сындырсын, ет турап берсін, отырсын сол жерде. Үлкендердің арасында әңгімені тыңдасын. Қазақта сөз бар, болатын жігіт 15-інде баспын дейді, болмайтын жігіт 30-ында да жаспын дейді. Тағы да сөз бар. Болатын бала кісіменен ісі бар, болмайтынның кісіменен несі бар деген сөз бар. Болмайтын жігіт үйіне кісі келсе қашап далаға. Балдарды қашырып үйретпеңіз, әсіресе ұлдарыңызды. Ұлдар үйге қонақ келді ма, сол қонақтың жағдайын жасау керек. Тік тұрып қызмет қылу керек. Жағдай сұрауды үйретіңіз. Отырсын. Ұзақтан келген қонақтың жағдайын сұра деңіз. Ассалаумалейкум көке, қалай жеттіңіздер? Шаршамадыңыздар ма? Амансыздар ма? Ат көлік дұрыс келді ма? Не жаңалықтар бар? Сұрасын. Жанұяңыз қалай? Пәленше қалай? Түгенше нағашым қалай? Жиені қалай? Жекжат қалай? Құда қалай? Сұрасын. Кішкентай балаңыз сұратыңыз соны. Солай өсу керек. Ол ертең жанұяның
бір атасы болады. Сондықтан қазір тек деп тарта берсеңіз, қонақ келсе қуып жіберсеңіз, сөз сөйлетпесеңіз, шешім қабылдатпасаңыз, ез болып өседі. Сонан кейін қазақтың қыздары қиналады. Оған күйеуге тиген қыздың өзі қиналады. Ары бері мынау еркек бейшара басқарады ғой деп күтеді. Ана бейшара ез үйінде көрмеген, кілең арқаға қарай тығылып үйренген, мамасының етегіне тығылған сияқты қатынның етегіне тығылады ертең. Сосын ойбай келін басқарып кетті дейді. Жоқ, мен әдейі айтам. Сол қазақтың қыздарына рахмет. Сондай бейшара еркекті сүйреп, еркек қылып отқан. Өйткені соны жетелеп отқан амал жоқтан жасаған қыздар. Бірақ айтатыным, әйел кісілерге, құрметті әйел кісілер. Орыста да, халықта да, орыс халқында да сөз бар. Выходить замуж дейді. Күйеудің артына шығу дейді. Арт жағына кетіп қалады. Выходить на муж демейді. Күйеудің үстіне шығу деп айтпайды. Дұрыс па? Еркекті еркек қылып, соның белін буатын әйел. Оны отағасы деп сыйлайтын. Оның шешіміне жәрдем беретін. Көлеңкесінде тұрып, соның жеңісіне себептер болатын әйел кісі. Сіз алға шықпай қойыңыз. Сізге лавр менен венок мойныңызға ілетін медал керек жоқ. Оған жаратылмаған әйелдер. Оны еркек асады мойнына. Әйел кісі оның көлеңкесінде тұрып қуанады. Көп әйелдер бар, аттары аталмаған. Бірақ солардың еңбегінен мен деген ұлы ғалымдар, мен деген ұлы батырлар шықты. Сондықтан екі жаққа да айтатын нәрсе. Ұлыңызды ұлдай тәрбиелеңіз, қызыңызды қыздай тәрбиелеңіз. Қазірден келін басқаратындай ұл өсіріңіз, келін болатындай қыз өсіріңіз. Сыртыма сыйған, ішіме сыйған жылан, сыртыма да сият деп жылан қылып өсірмеңіз қызыңызды. Басын иіп өсіріңіз. Еркекке басын иіп өсіріңіз. Жоғары көтеріп өсіріңіз. Ертең өзінің ұлын да етегінің астына тықпай, ол баланы жанына шығарып, жеке өзін шығаратын. Сен еркексің, шешім қабылда, өзіңнің істеген ісіңе жауап бер. Алға жүр, алға тұр деп, алға итермелейтін қылып, сондай ана болуын үйретіңіздер қыздарыңызға. Сол үшін айтылатын әңгіме көп, мысал көп. Жанұя мәселесінде қозғалып кетті ғой. Бірақ ашынғаннан шыққан сөздер біреуге қатты тиген шығар, біреуге жай тиген шығар. Құрметті бауырлар, мен енді қатты айтатын азаматтар емеспін, Ғаппарға дүниеден өтіп кетті, Алла разы болсын. Ол кісі бұл тақырыпты айтқанда басқаша айтар еді. Көп адам көзіне жас алып, немесе құлағын жауып қашатын еді ана жерден. Бірақ шама жеткенше жұмсақ, жан күйігім ғой. Біздің еліміз тозып бара жатыр. Жанұя мәселесі өте азып тозып бара жатыр. Сондықтан айтатын құрметті жастар, жар таңдағанда ата-ананы араластырыңыздар, және құрметті ата-аналар, ұл қыздарыңызды ұлдай, қыздай қылып, бөлек тәрбие беріп өсіріңіз. Қызыңызды апайтөс қылып, бүлдозер қылып алға шығатын қоймаңыз. Оның ұлдың орны ол. Қыз екінші орында көлеңкеде жүретін, нәзік қылып, өзінің орнын білетін қылып өсіріңіз. Сонда сіз ата-аналық борышыңызды ақтаған боласыз. Қазір көп әйелдерде байқаймыз, кейбір әйелдерде өзінің күйеуін менсінбей қалады. Бір жерлерге барып оқиды, немесе қызымызды оқытып аламыз, ал сөйтеміз де оған жар таңдап жүре алмаймыз, ұлымызды оқытпаймыз, немесе колледжге білмеймін, бір бомағыр мамандық әпереміз, сөйтеміз де қыз әпергіміз келеді, әперсек қыздың барлығы дипломы бар, ал ұлымызда диплом жоқ, қыздар менсінбейді, сосын мен ана қара жұмысшыға күйеуге тием ба, осындай дипломмен дейді. Ал онда ұлыңызды оқытыңыз, жоғары шығарыңыз, қызметке үлкен, алға қарай өзінің жанұясын бағатын қылыңыз. Көшеде арба итеретін қылып емес, арба итеретін табылады. Сондықтан ұзын сөзін толықтай түйіні, бірінші орында жүрегіңізді емдеңіз, оның емімен айналсыңыз. Сіз емдемесеңіз, сіздің жүрегіңізді біреу келіп емдеп бермейді. Қазір баяғы пірлер жоқ. Алдына барып қолыңды берсең, қолыңды алғаннан түріңе қарап тұрып, сенің мынандай ауруың бар, емің мынау деп еміңді айтып, ақыретіңді көрсетіп беретін пірлер жоқ. Ал екінші дүние, құрметті бауырлар, жанұя мәселесінде Құда қаласа үлкен тақырыптар күтіңіздер.
сол мәселеде өте сауалдар келіп жатыр, бірақ мен соның бәрін шекаралап қоймай, сіздерге шығамай тұрғандығым бар. Сол үшін айтатыным, иншалла дұға қылыңыздар. Осы мәселені қозғаймыз. Тағы бір қортатыным, құрметті жақсылар, медресемізге қызмет қылып жатқан ұстаздарымыз, демеушілеріміз, барлық медресе қызметкерлеріне Алла Тағала разы болсын, ертеңгі бақытын берсін. Ақыреттік жемісі болсын осы медресе. Оқылған барлық әрбір Құран өзіне де ата бабасына да тие берсін. Тағы бір айтатыным, Құранның қызметінің жанында жүрген адам ешқашан қор болмайды. Біз бұл қыздарымызға спорт зал салып жатырмыз, спорт кешенін салып жатырмыз. Соған атсалсам дегендеріңіз, осы парақшаның астында актуальный деген жерді ашсаңыз, бәр нәрсе жазулы тұр, реквизиттар. Медресенің өзіне де жәрдем беремін деген азамат болса, ол жерде де реквизиттарымыз тұр. Алла Тағала қабыл етсін. Ал еш жәрдемге жарамай жатқан адам, қолыңызды көтеріңіз да дұға қылыңызшы. Сізге Алла Тағала жаныңызға бір періште қойып, мынау бауырыңа тілеген өзіңе қайтсын, өзіңе де қайтсын деп періштені жаныңызға байлап қояды. Сіздердің дұғаларыңызға мұқтажымыз. Дұғадан айырмаңыз. Бізді де еске түсіріп тұрыңыздар дұғаларыңызда. Бізді еске түсірген сайын Алла Тағала өзіңізге де сол дұғаңызды қайтарып береді. Сауда саламат болыңыз, жақсылықта жолығайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.